Кеш жарық барлықтарыңызға қазір мен дарын тичер бойынша қалай жұмыс жасау керек екені туралы айтатын боламын. Ең алдымен сіздер дарын онлайн платформасына кіресіздер. Платформаға кіргеннен кейін мынау басты бет, одан кейін өзіңіздің профиліңізге өтесіз. Мынаны басасыз, өзіңіздің профиліңізге өтесіз. Профильге өткеннен кейін сізде пайда болып тұр қазір офлайн деп тұр. Өйткені сіз әлі онлайнға ауысқан жоқсыз. Сізге оқушылардан сабақ келу үшін, сұрақтар келу үшін, видео қоңырау келу үшін сізде міндетті түрде осыны онлайнға ауыстыру керексіз. Онлайнға ауыстырған соң обновить етіп алыңыз. Одан кейін сізге оқушыдан видео келеді. Видео қандай форматта келеді, қазір көрсететін боламын. Оқушыдан видео келгенде осылай болады. Оң жағында жоғарыда профильге өтетін жерде оқушыдан видео звонок келіп тұрады. Сіз осы жерден принять деп басасыз. Қабылдайсыз. Қабылдағаннан кейін міндетті түрде разрешить деп басасыз. Егер сіздің браузеріңізде осындай не болатын болса, запрос сұрайтын болса, разрешить деп басасыз. Одан кейін мына жерде присоединиться к встрече дейсіз. Ары қарай сабағыңызды өте берсеңіз болады. Мына жерде міндетті түрде дауысыңызды қосып алыңыз, видеоңызды тексеріп алыңыз, қосылып тұрған жоқ па. Одан кейін міндетті түрде мына жерде егер сізге қажет болатын болса, өзіңізге демонстрация экраны жасасаңыз болады. Демонстрация экраны жасай аласыз, экраныңызды көрсете аласыз. Мына жерде чатта жаза аласыз. Одан кейін қалғандарын өзіңіз қарап көрсеңіз болады, қандай кнопкалар бар. Больше действий, мына жерде полный экран, качественность связи, қалған барлығын қарауға болады. Осылай оқушыға өзіңіз түсіндіріп бересіз, қалай жүріп жатқандығы туралы оқушының сұрағын сұрап аласыз міндетті түрде. Сол сұраққа нақты әрі қысқаша түрде оқушы түсінетіндей етіп жауап берсеңіз болды. Жауап бергеннен кейін завершить деп басасыз. Завершить деп басқаннан кейін көріп тұрсыздар, менде 75 секунд сөйлестім, то есть 1 минут 15 секунд сөйлестім. Ол жерде менде өзіме түскен бонустар көрсетіліп тұр. Бір ескертетін жайт, мына жерде бонустар сізге толық көрсетіліп тұр, бірақ оның ішінен біз ертең сіздерге төлем жасайтын кезде өзіміздің комиссиямызды ұстап қаламыз. Алдағы уақытта ол әлі дұрысталып, комиссияның сомасы да сіздерге көрсетіледі, және ары қарай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Міндетті түрде профильден егер қолдарыңыз бос болмайтын болса, немесе бір шаруаларыңыз болатын болса, мынаны офлайнға ауыстыруды ұмытпаңыздар. Себебі сізге қоңырау келіп тұрып, сіз қабылдамайтын болсаңыз, ол сіздің рейтингіңізге кері әсер етеді, және алдағы уақытта жұмыстарыңызға ол кері әсерін беруі мүмкін. Барлықтарыңызға сәттілік. Ешқандай қиындық болмайды деген үміттемін.